Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары, сіздермен бірге мұғалім каналы. Біз бүгін 8-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен 2-ші тоқсанға арналған номер 1-ші білім бойынша жиынтық баға тапсырмаларын орындаймыз. Тақырыбы кәсіп пен еңбек, болашақ мамандықтар. Екі нұсқа қарастырылады. Екі тапсырма. Бірінші тапсырма мәтін берілген. Осы мәтінді мұқият тыңдап, кестені толтырамыз. Мамандық таңдаудың оңай жұмыс еместігін, мамандықты темпераментке сай таңдау керектігін, тіпті әлемдегі ең қауіпті мамандық түрлерінің бар екенін де білеміз. Мектеп түлектері ұлттық бірыңғай тестілеу сынағын бітіріп, оқу орны мен мамандықтарын өздері таңдайды. Мамандық таңдау деген өзің айналысқың келетін жұмысты таңдау ғана емес, өзің араласқың келетін ортаны да таңдау. Қазақ адамы екі түрлі жағдайда қателеспеу керек дейді. Бірі жар таңдағанда, екіншісі мамандық таңдағанда деп бекер айтпаса керек. Мамандық сөзі латын тілінен шыққан, жұрт алдында сөйлеу, жариялау дегенге саяды. Есте жоқ ескі заманда мамандықтың қазіргідей түр-түрі болмады. Әр адам барлық жұмыспен өзі ғана айналысады. Дегенмен әйелдер мен ерлерге деп бөлінетін жұмыстар болған. Ерлер аң аулап, үй тұрғызып, қару-жарақ жасаса, әйелдер жеуге жарамды өсімдіктерді жинап, тамақ пісірген. Яғни осы мәтінді толық оқып шығамыз. Мен оның бәрін оқымай-ақ қояйын. Осы мәтінді оқып шыққаннан кейін бізде кесте бар. Бірінші тапсырма. Кестені толтырыңыз дейді. Мәтін бойынша сұрақтар беріледі. Мәтінде қандай мәселелер көтерілді дейді. Мамандық таңдаудың өмірдегі ең маңызды әрі жауапты екені, мамандықтың адамның қабілетіне, қызығушылығына, темпераментіне сай қажеттілігі, кез келген еңбек түрі мамандық бола бермейтіні және мамандыққа білім мен біліктілік қажет екені, өз ісіне сүйіспеншілікпен қараудың маңыздылығы, мамандық таңдауда психолог, мұғалім, ата-ана көмегіне жүгіну қажеттігі көтерілді. Мәтіннің негізі ойы қандай? Мамандық таңдау адамның өмір жолындағы ең маңызды шешімдерінің бірі. Әркім өз қабілетіне, бейіміне, жүрек қалауына сай мамандық таңдап, сүйікті ісімен айналысқанда ғана шынайы бағытқа және табысқа жетеді. Екінші тапсырма. Сөздік құрамның жасалу түрлеріне мысал келтіріңіз дейді. Түбір сөзінің жасалуы, мысалы, бұл тілде бұрыннан бар бөлшектеуге келмейтін негізгі сөздер. Туынды сөздерін жасалу жұрнақ арқылы, жаңа сөздер жұрнақ жалғау арқылы жасалады. Қос сөздерін жасалу, екі түбірдің қосылуы арқылы жаңа мағыналы сөз жасалады. Үшінші тапсырма. Берілген сөздерден жаңа сөздер мен жаңа тіркестер жасап, кестеге түсіріңіз дейді. Бізде сөздік қор тас, аз, жас. Енді сөздік құрам жасаймыз осылардан. Бізде бұл тасшы, тасқын, тастар, тасбақан, тасжол, тас үй, тас жүрек, тас қала. Ас, сөздік құрам. Ас мәзір, ас беру, аспаз, асхана, асқазан, ас су, ас іш, ас дайындау. Енді жас, жастық, жасар, жасау, жасыл, жасөспірім, жасық, жасықтау, жас кезінде жас он, жас ұрпақ, жас жігіт, жас келін, жас өмір. Яғни осы сөздер қарастырылады. Дескриптор бойынша бізде 3 тапсырма берілген. 3 тапсырманың бәріне дұрыс жауап берер болсақ, бізде 9 балл беріледі. Оқушылар, осымен біздің бір жылы тапсырмамыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Мұғалім каналына жазылуды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.